Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 4 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқта. Бүгінгі таңда тоқтылардың харизмасы барынша жұмыс істейді, дереу әрекет ету керек. Бұрын жақсы істеген жұмысыңыз үшін сыйақы алатын уақыт келді, өсек аяңынан аулақ болыңыз. Егіздер. Бүгінде егіздер бір нәрсемен айналысып кетуі мүмкін, сондықтан олар күннің қалай өткенін байқамай қалады. Өзіңізге деген сенімділік шегін жоғалтпауыңыз керек. Шаян. Бүгінде бақытқа қол жеткізе аласыз, ешкімді тыңдаудың қажеті жоқ. Өз сезінгеніңіздей өмір сүріңіз, ұрыс керісті тудыруы мүмкін, агрессивтілікке тыйым салыңыз. Арыстан. Сіз бүгін өзіңіз үшін ең жақсы жұлдызшы, психологсыз әрі көріпкелсіз. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін және өзіңіз қалаған нәрсені алу үшін тек өзіңізді тыңдаңыз. Бикеш. Бикештер өмірге алысты болжай алатын жоспар құралады. Ең бастысы шындыққа жанасу. Егер диванға жатып демалуға мүмкіндік болса, оны жіберіп алмаңыз. Тараза. Көптен бері жүрексінбеген нәрсені дәл қазір іске асырған дұрыс. Сабыр сақтауды білетіндерге жағдайды бағдарлау оңайырақ болады. Бүгін таразы басқа жыныс өкілдерімен жанжалдасуы мүмкін. Сары шаян. Қиын немесе түсініксіз жағдайға тап болған кезде сенетін адамыңыздан кеңес сұраңыз. Бүгін ешкім естігіңіз келетін нәрсені айтады деп күтпеңіз. Мерген. Айналаңызға қарап, айналаңыздағы табиғаттан ләззат алыңыз, өмірден барынша рахаттаныңыз. Тауишка. Жұмыс орныңызды тазартуға аз да болса уақыт жұмсауға тұрарлық. Аяқталмаған бизнесті тоқтататын уақыт келді. Су құйғыш. Жұмыстағы күн өте тез өтеді, өзіңізге қанағаттанасыз, таза ауада серуендеген пайдалы. Балықтар. Бүгінде балықтардың шешендік қабілеті бар, сондықтан сіз бәрін өз әңгімелеріңізбен баурай аласыз. Балықтарға көп нәрсе қажет емес, қолда бардан ләззат алуға тырысыңыз. Маусымның 4-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай, жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».